6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Атадан қалған асыл сөз, ақылмен келер әрбір кез. Жақсылық жолын іздеген, еркетөлдер еркелер. Еркетөлдер, еркетөлдер. Хоп. Аққасқам, суға түсетін баллондарыңды да ұмытпа. Мен жақсы жүземін ғой, әке. Оның керегі жоқ. Ала сал, қажет болады. Жақсы, әке. Айтпақшы, достарың да бізбен бірге барады деп едің, келе ме? Иә, әке, келе жатырмыз деді. Амансыз ба, аға? Сәлеметсіз бе, ағай? О, келдіңдер ме? Сендерді күтіп тұрмыз. Сөмкелеріңді көліктің артына қояйық. Қане. Мәссаған, теңіз қандай әдемі. Суы топ-тынық шығар. Теңізде жүзе аласыңдар ма? Білмейм, мен бірінші рет келе жатырмын. Мен теңізде мықты жүзем. Баллонсыз ақ жүзе берем. Баллонды жүзе алмайтын шығар деп сендерге алдым. Біз жүзе алмасақ, үйретесің бе? Әрине, жүзу деген оп-оңай ғой. Ең бастысы қорықпау керек. Теңіздің жағасында ағаштар өте көп екен. Көлеңкесінде ойнайықшы. Ағашқа өрмелеп ойнасақ та болады. Қой, құлап қалып жүрерміз. Ағашқа өрмелей алмайсыңдар ма не? Мен мықты өрмелеймін. Аққасқам, көліктің артындағы кәуап пісіретін құралдарды алып келші. Жарайды, әке. О, кәуап пісіреміз бе? Сендер кәуап пісіре аласыңдар ма? Пісіріп көрмегем. Үйде тек әкем пісіре алады. Мен бірнеше рет кәуап пісіргем. Менің пісірген кәуаптарым өте дәмді болады. Рас айтасың ба? Иә, қазір пісірген кәуаптарымды жеп көресіңдер ғой. Тақай, сен ше, кәуап жақсы пісіресің бе? Мен кәуапты жақсы пісірем деп айта алмайым, бірақ жақсы жеймін. Әке, мен барлығын әкелдім. Тақай, Қошақан, кеттік суға түсейік. Аға, мен де түсем. Сен жүзе алмайсың ғой. Мен баллонға мініп жүзем. Ақ бұзау, ұзаққа кетіп қалмаңдар. Жарайды, әке. Тез жүзіп, қарындасыңды алып кел. Аға! Аға! Мен қорқам! Су терең, көмектесші маған! Данажан, қорқпа! Мен сені құтқарам! Қошақан, сен жүзіп барып Данажанды алып келші. Мен жүзу білмеймін. Сен жүз аласың ғой, өзің барсаңшы. Аға, көмектес! Не боп қалды, Ақбұзау? Данажанды құтқару керек. Жағадан алыстап кетті. Сен жүз аласың ғой, неге қорқасың? Шамалы қорқып тұрғаным. Теңіздің суында жүзу қиындау екен. Қорқпа, Данажан, мен сені бұл жерден алып шығам. Мына жерден ұстап ал. Рахмет, Тақай. Оқасы жоқ, Данажан. Рахмет, Тақай. Менен гөрі сен жақсы жүзеді екенсің. Оқасы жоқ, Ақбұзау. Мен негізі жақсы жүзе алмайым. Жүріңдер ендеше, мен сендерге кәуап дайындап берейін. Ақбұзау, расымен де жақсы пісіресің бе? Пісіргенде қандай? Қарындарың ашты ма, еркетөлдерім? Әке, қарнымыз ашты. Ақбұзау бізді кәуапқа шақырды. Әке, сіз бір шомылып келсеңізші, мен кәуап пісіріп қоям. Ал сендер анау жерге жайғаса беріңдер. Кеттік. Жақсы, Аққасқам. Отқа тым көп ұстап қойма, жарай ма? Қызарған бетте алып таста. Уайымдамаңыз, әке. Менің кәуаптарым бір жесеңіздер,
Одан соң тек маған ғана жасататын боласыздар. Аққасқам, кәуаптарың дайын болса әкеле бер. Дайын болды. Қазір әкелем. Аққасқам, отқа тым ұзақ ұстап қоймадың ба? Ас болсын баршаңызға. Ақбұзау, келесі жолы кәуапты әкең жасай береді осы. Соны мен де айтайын деп отыр едім. Достар, бүгін негізі мен тым артық мақтанып кеттім ғой деймін. Өзім ұялып, ыңғайсызданып тұрмын. Ондай бізде де боп тұрады. Иә, ыңғайсызданба. Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай. Батырмын деп баптанба, барып қайтпай дейді. Сондықтан да кейде мақтану ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Ең жақсы мақтау халықтың мақтауы. Солай секілді ғой. Ақбұзау, өте ақ көңіл досымыз ғой. Иә, бізге осындай әсем табиғат аясында теңіз жағалауында қонақ қылып, жақсы демалыс сыйлап жатыр. Осылай мақтап қойсаңыздаршы. Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, батырмын деп баптанба, барып қайтпай.